Армысыздар, құрметті ағайындар. Біз бүгін ютубер арнасының жаңа көкжиек айдарын ашқалы отырмыз. Бұл айдар негізінен ерекше танымдармен таңғажайып жандарға, оқиғаларға құрылатын болады. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға ерекше жан, ерекше кісі Сәрсенбай Ерқасымов Сәметұлымен танысасыздар. Сәке, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Әуелі әңгімені өзіңіз туралы бастайық. Өзіңіз қысқаша мәлімет беріңіз. Туып өскеніңіз жайында, біліміңіз жайында. Енді туған жерім Ақтөбе облысы Байғайын ауданы Жарқамыс округіне қарасты Қаражардың елді мекенінде Қазантоғай деген жерде туып өскенмін. 4 тамыз 1960 жылы дүниеге келгенмін. Енді білім жөнінде айтатын болсам, анау балалық шақта 10 класты бітіргеннен кейінгі әскердіге бардық қиыр шығыста. Содан кейін 81-де Алматы байланыс техникумына түсіп, 84 жылы бітіріп шықтым радиотехникалық жөнінде. Радиотехникалық байланыс қой, иә? Иә, радиотехникалық байланыс. Енді сонсын сол оқуды тағы да бұл ғылыми техникалық бағытта, енді гуманитарлық ғылым негізінде 1985 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің тарих факультетіне түстім. Оны 91 жылы бітіріп шықтым, тарихшы болып. Енді қысқаша оқу білім алған неміз, бағытымыз осындай болды. Сіз Совет үкіметі кезінде жас болдыңыз, сол кезде спортпен шұғылдандыңыз. Және сол кездегі спорттың бір күрделі түрі Совет үкіметі кезінде жасырын болды, тыйым салынған каратэмен айналыстыңыз. Болды. Осымен қалай айналыстыңыз, қандай жетістіктерге жеттіңіз, осыған тоқталайық. Енді бәрімізде бала болдық дегендей, сол елдімізде, анау мектебімізде Қаражар деген жерде спорт жаңағы залдары болғанда жоқ. Біз далада ойнайтынбыз негізінен. Сонда спорттың жаңағы волейбол, футбол, велосипед, асық, балық аулау деген сияқты жүгіріп ойнадық қой енді. Енді осы балалықтан кейін 79-81 жылдары әскерге қиыр шығысқа әскердің қатарында болдық. Онда барлау разведчик дейді, жаңағы барлау ротасында болдық. Сонда яғни оған физикалық бітімі, дене бітімі, денсаулығы жақсы адамдар қабылдайды ғой? Иә, онда шынықтырып бүкіл қыста да, жазда да жаңағы учение дейді ғой енді, жаттығу жұмыстары. Сондай жұмыстарда сол 730 күнді жаңағы етіппен өткіздік дейді, сондай болдық қой. Сәке, сіз анау мектепте менің білуімше 2-3 шақырымнан жаяу қатынап өстіңіз ғой, бала кезіңізден мектепке. Осының да әсері болған шығар. Ой, ол нағыз шынығудың түрі сол жерден басталған сияқты. Балалық кезде анау Қазантоғай деген жаңағы Қаражар мектебі арасы бір 3 километрдің ар жақ бер жақ шығар. Соған барып келу деген сол қысы-жазы солай қатынадық. Оның бер жағында жаңағы сабақтан кейін үйірмелер болады. Оларға да біреуден қалмай жүгіретінбіз. Енді сол жаңағы әскерде көбінесе шынығып, жаңағы әскерде воинский спортсмен дейді ғой, әскери спортшы болдыңыз осында? Сонда бірінші разрядты дейді. Анау жаңағы каната дейді, өмірде көрмеген таулардың ортасына, үлкен бағаналардың ортасына арқамен салбырап жүру. Ол бәрі бар. Паласа препятствия разборщик дейді. Соның ішінде 1,5 километрге созылатын жаңағы жаттығу кедергілері бар. Соның бәрін өтесің. Жердің астымен де, үстімен де деген сияқты. Сол жерде шынықтық қой негізінен. Ол әскерден келгеннен кейін жаңағы мына неден Алматының связінде болдық, байланыс несінде. Оны бітіргеннен Қарағанды келген кезде, ол кезде бәрін сол спортқа жалғасып жатты. Спорт залдан шықпадық десе де болды. Совет үкіметі кезінде Қарағанды қаласы жалпы спорттан өте жақсы көрсеткіште болды. Ол жерде бокс жақсы дамыды. Нүкен Әбдіров атындағы комбинат болды. Сосын ол жерде жаңағы жоғарғы милиция мектебі болды. Ол жерде неше түрлі жаңа қолма-қол, қалай дейді, қойын қолтық спорттармен айналысады ғой. Күреспен дегендей. Біздерде енді жаңағы спорттың жаңағы бір жанымыздың, тәніміздің жақсы көргені карате деген жасырын түрді, футболны дейді ғой жаңағы. Бірақ біздер ол жаңағы сол кездегі әкімшіліктің жаңағы есебінде тұратынбыз.
кім мына спорт залда айналысады, сондай барлығы есепте тұрды ғой. Менде ішінде жаңағы деңгейге жеткендер десе болады шығар. Жаңағы деңгейге, белгілі бір деңгейге жеткен, белгілі бір дағдыны меңгергендер есепте тұрады. Сол кезде сол сөйтіп соның кәдімгі мықты жанын тәніммен жақсы көрдім. Жаңағы түрлі жат. Сонда жасырын болғанда жасырын жаттықтырушылар, бапкерлер болды ма? Қалай жаттықтыңыздар? Олар рұқсат алады ғой жаңағы акиматтан. Сол кездегі әкімшіліктен рұқсат алады. Олардың жаңағы халықаралық жағдайда нелері бар, сертификаттары бар. Сондай шығар енді заңның қалай екенін. Бірақ оны жақсы бітіргендер, жақсы бабы келген адамдарды есепке алып, мемлекет жаңағы жергілікті билік өзіне пайдалана ма жалпы? Ондай да бар болды. Себебі енді Қарағанды үлкен жаңағы өндірістік қала ғой. Жаңағы шахтерлік қаласы, бұзықтар жоқ емес, қай уақытта да болды. Оларды жаңағы басып жасау, немесе тағы да бір көмек сұрау деген сияқты кездерде жаңағы посылын жіберіп, усиление дейді, күшейтіп, сонда оқшеттегі адамдар соған көмектеседі. Жақсы, сіз қанша уақыт ол жерде жаттықтыңыз? Мен сол енді 84 жылға дейін, 85 жылға дейін. 1-2 жылдың шамасы сонда, е? Иә. Әскерден келгенде сол негізде жаңағы спорт залда жүрген спортсмендер ғой бәрі. Оның ішінде каратені қаяқтан естиміз. Соған барып жазылып, соған сол жігіттермен танысып, айналысып отырсамыз. Сосын енді үйренген нәрсемізді өзіміз жаңағы самостоятельно дейміз ғой, не? Өз беттеріңмен әрі қарай дамытасыздар ғой. Иә, ол міндетті түрде керек. Оны бұлай көшеде, қалтарыста, төбелесте қолдануға болды ма? Мүмкіндігі болды ма ондай? Самазда шете дейді ғой, өзіңді қорғау ғой, біреуді ұрып соғу емес қой. Оның негізгі мақсаты сол. Біреудің қол аяғын сындырып, жаңағы күш көрсету емес қой. Өзіңді қорғап, біріншіден, екіншіден жаңағындай әлсіздерге көмектесу. Енді бұл спорт сізге жалпы мінезіңізге, өзіңіздің ішкі дамуыңызға, рухани дамуыңызға қалай әсер етті? Школаның несі адамды өзінің ішкі жан дүниесін бірінші тәрбиелеу. Сол тәрбиелеуде шыдамдылыққа, төзімділікке, сосын жаңағы қамқорлыққа деген сияқты, в общем, сонда ішкі жан дүниең соған дайын болады екен. Яғни орнықты мінез қалыптасады, әрине. Ұшқалақтық кетеді, сабырлық, төзімділік, басқаша ойлау. Ол сен күшіңді біреуге көрсетуге сен нетпейсің, соның деңгейіне асықпайсың, ондайға ұмтылмайсың. Менде күш бар деп біреуге соқтықпайсың ғой. Наоборот, әлсіздердің әлсіз екенін көріп тұрасың. Сосын жаңағы біреу жерде, кей жерде жаңағы неден шығып кетеді ғой, рампа дейміз ғой жаңағы. Сондайдан шыққан кезде оларға тежеу жасауға дайын тұрасың. Менде сондай көп болды. Немесе адамдарды кемсітіп, әділетсіздікке жол бермейсің ғой. Жаңа бір болады, бір ғана мысалға, олар бізден 2 есе үлкен жауырынды жігіттер, мысалға, самбонікі болсын, штангінікі болсын. Анау жаңағы әлсіздер, осы кезде студент асханаға неге барсаң да очередь қой барлық жерде. Сондайды алдына барып бұзып жарып әлбеттік жасап тапайтын таңғы көрсетіп дейсің ғой. Солай болып тұр ғой. Соған тона шетте тұрған өзім шыдай алмай, барып жаңағы басып айтамын ғой. Орнына қойып. Иә. Сіз шамалы очередьқа тұрғаныңыз дұрыс болатын еді деп жаңағы. Оған көнбесе енді басқаша болады. Сондай жерлерді қолданды. Яғни бұл әділеттің сайманы сияқты нәрсе ғой. Оған міндетті түрде жаңағы рух дейміз ғой. Сол сені тұрғызбайды жаңағы жерге. Ол әділеттік іздеген, шындықты іздеген адам, онда төзбейсің ғой. Сол кезде сен ана қандай жапай төс болса да соған алдына барасың. Дұрыс. Сонда жұрттың бәрі, халық, ел бәрі дұрыс сіз очередьқа тұрыңыз деп бәрі де орнына қояды. Басқасы да сосын сайын қолдап кетеді. Яғни қоғамға бұның әсері мықты, ол деген сондай неге нетесің да ішкі жан жүрегін дайындайсың. Өте жақсы. Қандай нәтижеге жеттіңіз? Немен атап өтесіз мысалы? Мен енді халықаралық деңгейдегі нелерге бір неге қатысқаным жоқ. Ол кезде жабық қой бәрі, жасырын. Бірақ ана нелерде шахтерлардың үлкен бір жарыстары нелер өтеді. Сондайда жаңағы показатель дейміз ғой, жаңағы көрсететін. Сонда ағаш сындыру, немесе жаңағы кірпіш сындыру, каратэде жаңағы нелер көрсетеді, жаңағы өздерінің мүмкіндіктерін. Сондайға болып жүрдік. Ең жоғарғы мүмкіндігі не сонда ол каратэдағы?
Енді күрестен, төбелестен басқа кездегі. Енді жаңағы сенің күшің жиналып техниканың бәрін меңгердің дегенде кірпіш қояды қазақша айтқанда. Иә. Сол кірпіштерді сындырдық, бір емес екеуін қатар деген сияқты. Сосын енді жаңағы сенің жылдамдығыңменен жаңағы гибкіс дейміз ғой, шапшаңдығың, жаңағы бейімділігіңді байқау үшін мынандай төбеге жармен жүгіріп барып айналып түсу дегендер бар мысалға. Яғни кеңістікті меңгеру, Иә. Сол мысалы алдында жатқан адамнан үстіне секіріп кетіп жарды теуіп қайтадан орнына түсетін. Өз орнына түсу. Немесе өзіңді қуып жатқан адамға сен бағытыңды өзгертіп, одан бөтен бір неге түсіп кетесің. Бөтен бір маршрут не дейміз ғой. Сондай қалтарыстар жасап үлгересің. Соның бәрі енді тихания дейді. Адам тынысқа байланысты. Тынысты меңгеру арқылы. Яғни оның ар жағында қуат тұр ғой, энергия. 70% күштің жаңағы не дедім, сол тынысқа байланысты. Енді екі мұрның жапса не болады? Ол неден бір шығасың. Сол ғой енді. Сондықтан мысалы ана 70% күштің несін беретін мына КамАЗдарда ауамен жұмыс істейді. Оттегі ғой. Сол ауа жұмыс қалай ысылдайды. Сол сияқты адам да сондай ысылдайды. Арыстанша. Анау несіне жеткен кезде, бабына келген кезде, сондай дыбыстар шығады, сондай қуат шығады дейсіз ғой. Енді ғылымда жаңағы іш несін түсіндіреді, медицина тілінде айтқан кезде. Рабочий режим дейді, осылай отырғандағы жаңағы жұмыс күші, өкпенің жұмыс жасауы. Екіншісі жаңағы ритмический дейді. Енді ол жаңағы қызуға нетіп жүрген кезде жұмыстың бабына келгендегі деген сияқты деңгейі. Үшіншісі гиппокамп деп жаңағы ғылымның терминологиясы бар. Ол енді өкпенің бүкіл капиллярының бәрі жұмыс жасап, орын жұмыс толық жабылуы. Толық іске қосылуы. Осы жабылуы. Ішінде дым ауа қалмайды, нөл. Осыны меңгерген адам жаңағы кірпіш сындыра алады деп ойлаймын. Оның бер жағында жаңағы көрініс көрсететіндер бар ғой. Мен жасап жатырмын, немесе жаңағы бір барады айтыр сындырамын деген сияқты. Өзін көрсету. Форма киіп деген сияқты. Ол басқаша. Ішкі дүниеңіз дайын болса, сен оның бәрін дайын боласың. Түсіндім. Енді Сәке, бұл бір жағынан бұл физикалық, яғни дене бітімін шыңдау, солы дамыту деп есептейік. Енді бертін келесіз, енді рухани дамуға бет бұрдыңыз. Дұрыс, Рухани дамуға бет бұрдыңыз, және жастарды осыған баулып Ақсарбаз деген клуб құрдыңыз. 90-шы жылдары азат қозғалысы болды, соның мүшесі бола жүріп, соның Ақсарбаз деген клубын құрдыңыз. Осы жөнінде айтсаңыз. Енді сол жаңағы оқуды бітіргеннен кейін 86 жылы Қарағандыдан келдім. Сол Қаражар мектебінде өзім туған жерімде жұмыс істедім. Сол кезде тарихтан да бір шамалы сағаттар берді. Сосын негізінен жаңағы спортқа нетті, дене шынықтыруға. Бәрінде соған нетті. Енді бәрі сағат алынған ғой, адам жұмыс істеп жатыр ғой. Сол кезде мен балаларды жаңағындай конкрет тебу, мұз айдында қалай жұмыс жасау, жаңағы жүгірткен кезде қандай дейхане жасап нету керек, сол кезде ол уже бастала бастады. Ал сіздің сұрағыңызға байланысты Ақсарбаз деген Жарқамысқа келгенде. Жарқамыста үлкен мектеп, онда жаңағы бәрі мүмкіншіліктер болды. Сосын 87-88-де ғой енді жаңағы Жарқамысқа келген уақытым. Ол кезде жаңағы Совет үкіметінің кезі, Кеңес үкіметінің кезі. Балаларға жаңағы партиямыз, комсомолымыз, пионеріміз дегенде идеологиялық не деп тарихи бастаған. Идеологиядан кете алмайсың ғой енді. Сол кезде жаңа тарихшы болғаннан кейін осы балаларды мемлекеттік тұрғыда да бәрі деңгейі басылып жатқан кезде маған ой келді. Сол қалай болғанда да осы жастарды бөтен бір деңгейде, бөтен бір бағыттағы несін көрсетіп, рухани жаққа қарай мазмұнмен байытқың келді ғой. Соған демеу бергім келді. Клубтың атын, мақсатын жазып районға неге ұсынып мектеп басшыларына. Олар қолдап, сәрсенбі ресми түрде қолдады. Ол жаңағы несінде ана идеологиялық жұмыс әлсіреді ғой енді. Мына менің Ақсарбаз клубының патриот көзқарасы әсіресе. Жастарды тәрбиелеу, сояғынан олар мынау бір серпін беретін жағдай екен деген сияқты неменен қолдау көрсетті. Енді осы Ақсарбаз клубына байланысты айтсам, сол кезде Жихан желтоқсан деген лақап атпен кітап шықты. Білемін. Ақсарбаз. Оның мәні мына ғарыштық заңдылықтарды ашып, 7 заңды таратып жазған.
соны оқып содан кейін сіз кірістіңіз бе? Солай болды. Себебі ол енді теория дейміз ғой енді, содан енді практикалық тәжірибеге көшу үшін жаңа кісінің несі бірден бір сол кездегі бір жарқын да бүгінгі өмірдің сұранысына идеологиялық несі сіздің даму деңгейіңізге сәйкес келіп тұр ғой, иә? Анау сол кезде Ақсарбаз деген ғарыштық деңгейдегі сарбаз ғой. Әділетсіздікке қарсы шығатын. Физикалық жағынан мен өзім соған дайындаған болсам, ал ол теориялық тұрғыдан маған жаңағы қондырғыменен анадан оқыған кезде бүкіл ғылыми көзқараста жаңағы не алдым ғой, дәріс алдым десе де болады жаңағы неден. Сонымен сол өзімнің жасап жатқан жұмысыма мақсат қойып, балаларды жаңағы ортаға шақырып, жаңағы клубтың мүшесіне сөйтіп ол жұмыс істей бастадық. Ол жаңағы бір қатары асығып жүрді, каратист боламыз, не боламыз деген сияқты. Ауыл енді біледі, естіді ғой. Көрсетемін мысалға. Тіпті ол тек қана мектептің балалары емес, совхоздың құрамындағы жастарға дейін бәрі келді. Спортшылар толып кетті. Мектептің мұғалімдері ішіндегі жастар деген. Соны жаңағы карате деген осы екен ғой. Дихане күшті ғой. Несін бәрі ашылады, жаттыққан кезде жаттығулар күшті. Яғни ол клубта физикалық жағынан дамыту және рухани дамыту екеуі үйлесім түрде қолға алынды ғой, Солай болып тұр ғой, солай болды таптық. Иә, солай болды ғой. Содан қолдау табылып, жаңағы мысалы совхоздың өзінде де көп жарыстар өтеді жаңағы. Жазда не ғой жаңағы, шабан тойы, басқа да шаралар бар. Сосын бүкіл қандай мероприятие бар, артынан соны спорттық бір нені көрсетуге тырыстық. Даже мен өзім не істей аламын, соны форумды кейде көрсетіп жүрген уақыттарым да болды. Соған балалар өте құштарлы болды. Сәке, енді мына сізді жалпы қоғамдық ортаға әйгілі еткен сіздің бір басқа қырыңыз шындығы керек. Ол енді рухани сіздің ізденуші ретіндегі, әсіресе мынау халқымызға белгілі ірі тұлға Бекет ата, соны тану, соның жолына түстіңіз. Бұрыннан тарихи дәстүр ретінде қалыптасқан қасиетті орындарға жаяу барып, немесе Алла тағалаға жаңағы өзінің сәті түскен жолымен солай бару. Соны сіз қалпына келтірдіңіз да, сол жолға түстіңіз. Осы ұмытпасам 1999 жыл бастадыңыз. Осы жайында айтсаңыз. Жалпы енді әр нәрсенің бір себебі болады дейді ғой. Себепсіз еш нәрсе болмайды екен. Сол жаңағы өзіңіз айтып отырғандай сұраққа байланысты айтатын болсақ, Бекет атаның сол жаңағы зират жасап, соның жұмыстарын, мешіттерін, асатаяғын зерттеу ойда болатын. Бірақ оның өзіне жеткен кезде ең бірінші мына жаңа айтып отырған Түркістан облысында бүгінгі таңдағы Арыстан бабата содан бастап соған зираттауды қолға алғанмын. 95 жылы болды. Мақсат етіп қойдыңыз ғой. Иә. Содан Арыстан бабатаға барғаннан кейін барып, şu жердегі соның шырақшысы маған бата берді, бір ерекше бір не айтты. Информация дейміз, ақпарат. Айналайын ау, сені атаңыз деп жатыр ғой дейді жаңағы. Өзім неғым білетті, оның не айтайын деп жатқан жаңа түсініп жатырмын ғой. Иә. Сен деген менен келгенің жақсы болды, енді осы хабардан кейін көп ұзатпай сол атаңа барасың деді. Сөйтіп жаңағы Арыстан бабатадан 80-дегі бір шырақшысы жаңа шал. Оның өзіне бір айтуға болады, жаңағы ол керемет дүние, батасын беріп жаңағы. Содан кейін сол жаңағы Бекет атаға баратын себебім сол ниеттеніп жүріп, келесі жылы жазда қыстай өзім не бетір шықтым ғой, жаңағы балдар оқытамыз ғой сабақ. Ниеттеніп сол 96 жылы Бекет атаға алғаш рет анау оғыландыға жаяу шығып кеттіңіз. Жоқ, ол 99 жылы жаңа жаяу шыққан. Мына жерде ең бірінші 96 жылдағы сапарымызда бір Қапан деген жігіт екеуміз жолдас, ауылдас, одан менде қалдырмаңыз деп сапарлас болып, сонда жаңағы барған сапарымыз. Онда көп нәрсені білдік енді. Қайда орналасқан, қай райондарда деген сияқты. Ал енді жаңағы зерттеп қайттыңыз ғой, жолды, бәріне, жағдайды. Қойындаптермен кішкене нелерін түсіріп көрген білгенім. 99 жылы болған 250 жылдығы болды. Мәдениетшіл болды бір жағынан. Ол кезде мен Ақтөбеге көшіп келіп, облыстық тарихи мұралар қорғау жөніндегі инспекция дейді, соның бас маманы болып жұмыс жасағанмын. Сонда
енді жаңа себеп дегенді айтайын деп жатырмын. Мемлекеттік тұрғыда ақша бөлінбей қалды. Шындығында ол кезде енді қиын кез ғой. Қиын кез. Қаланың өзін светеніп қалатын, айналадағы район. Экономикалық жағдай қиын кез, иә. Республикалық жаңағы нені жүргізбек түгілі айналадағы райондарға да экспедицияға шыға алмайтынбыз. Сол 250 жылдық жасалған экспедицияның жоспарлы жұмысы жүзеге аспай қалды. Себебі Минфиннен жаңағы хат келді. Осылай қаржының жоғына байланысты жүргізілмейтін болды деп. Содан мен өзім мазаладым. Бір жағынан табиғи түрде де мені мазалады ойлар. Енді осы баяғы көшіп қонып жүрген ата-бабаларының жасап кеткен дүниесіне бір адам шықпағаныма белім буып деген нәрсе мені қажытты былай. Яғни атаның 250 жылдығы аталмай өтейін деп тұр ғой. Иә. Сол қатты қинады мені. Сонсоң мен өзім инициативаменен бір жоспар жасадым атамекен деген. Сол атамекен дегенге мына заңдарымыз бар ғой. Инспекцияның заңы, мәдениет заңы, архив заңы, ана заң, мына заң деген сияқты міндетті түрде солың бәрін бір-біріне байланыстырып, жеке тұлға есебінде мен не істей аламын деген сұрақ. Соның несіне бағдарлама жасадым. Атамекен Ақтөбе облысы бойынша жаңағы Бекетадан Қобда ауданында Тұрсынғали Нәкешев деген кісінің қолында көкөзасы болды. Асатаяғы болды. Сосын Атырау облысы бойынша өзінің туған жері, соның арасында маршрут жасадым. Ақмешіт деген жер. Осыны 9 жолдың торабы дейміз, жаңағы сол баяғы жібек жолы кезінде көшпенділер Бекетадағы бір жағынан зираттаса, екіншіден демалыс орнына айналдырылған, сонда орталық болған жаңағы 9 жолдың торабы. Ескі Бейнеу мешіті. Соны қостым, сосын соңғы жаңағы өзінің жатқан жері Оғыланды Бекетада мешіті. Соның арасында маршрут Маңғыстау облысында солай болып шықты. Соның арасы жүріп өтпекші болдым. Енді көз ойы, көкірек ойы, көз ашық дегендей сондай қиыншылық болып жатса да басшыларымыз бар. Жаңағы ішкі саясатта Асқар Тұрарұлы деген азамат болды. Жас болса да сол кезде маған бірден-бір қолдау көрсеткен сол азамат. Иә, сол кісіге мыңда бір алғыс. Сол кісі бастап апарып жаңағы Замаким дейміз, жаңағы Амангелді Есеркеев деген ағай болды. Сол кісіге апарып жаңағы тарихи мұралар қорғау жөніндегі біздің жауап. Яғни ресми жағынан қолдау алдыңыз ғой. Иә. Бірақ енді менде жеке не ғой. Иә, жеке бастама ғой. Иә, бастама. Соның себебі солардың қолдауы арқылы Ақтөбеден Атырауға өту, Атыраудан Маңғыстауға өту заңдастырылды дегенді айтайын деген. Иә, маршрут заңдастырылып, қолдау былай айтқанда бейресми түрде ғой енді. Ресми тұлғалармен бейресми түрде қолданылған ғой. Сонда қанша шақырым болды сол маршрут? Ол енді 250 жылдығында жаңағы инспекцияда жүргенде соның бәрін басшымыз болды, Бекарыстан Мырзабаев деген азамат. Сол кісі жоспар жасаған болатын. Сонда соның несі бойынша жаңағы белгілеген тарихи ескерткіштердің несінде маршрутында 1440 километрдің несі белгіленген болатын. Сонда сіз әрі бұл рухани сапар, қасиетті сапар деп есептейік. Екінші жағынан бұл тарихи ескерткіштерді зерттеу болып тұр ғой. Екі миссияны қатар атқарып тұрсыз ғой сонда. Мемлекеттік бағдарлама ғой. Иә, түсінікті. Ол жерде негізгі мақсатымыз белгісіз ескерткіштерді, белгісіз тарихи мұраларды әр облыстың төңірегінде өңірлерді жинап, белгісіздерін мемлекет қорғауға алу. Иә. Сонда қанша уақыт алды бұл? Иә, бұл қанша уақыт жүріп өттіңіз? 44 күн, ай жарым уақыт қой енді. Ашық аспан астында солай өтті. Қай кезде? Қиыншылық болды. Жазда, күзде? Жазда, август айында бастадым. Енді сол жерде бұл жаңағы семьялық жағдайға, отбасына байланысты, бір туыстық жағдайға байланысты бір жеті күндей не болды. Октябрь айының 5-іне дейін аяқтап шықтым. Жақсы. Содан кейін тағы екінші сапар болды, ә? Екінші сапар енді Бекетаның 260 жылдығына байланысты. 2010 жылы белгіленді. Әрбір мерей той сайын шыққансыз ғой, 250, 260. Анада жаңа 99 жылы жүрген жылым 39 жасымда. Мен 39 жасымда. 260 жылдығында мен ылғи айтатынмын, алдын ала дайындалу керек деп. Қыстың қамы жаздан, жаздың қамы қыстан дейміз онда. Сол айтқандай, келесі жылғы жүргізетін жұмысты биыл хабарлап жатам. Ниеттену деген дейді қазақ. Бір жыл бұрын, иә? Иә, бір жыл бұрын. Сонда оңтайланып тұрады. Онда да шешілмей қалды. Ол кезде мен осы Астанадамын. Астанада бір Астана Трейд Интернешнл компанияда жұмыс жасадым, жаңа бір жігіттердің қолдауымен. Олар да жаңағы астыңа көлік беремін, астыңа қолдады дейсіз ғой қысқасы. Қолдады. Сол жаңа Болат Алтынбеков деген азамат. Не де болса, осы неңізді өзіміз қолға аламыз деп. Мен айттым,
әуелде осылай басталып еді. Алла Тағаланың алдында кетіп қалған менің негізгі мақсатым жаяу болатын. Иә, бұл ниетіңізге рахмет көрсетіп жатқан неңізге. Яғни көлікпен емес, мен жаяу жүріп шығуым керек деп. Иә, солай түсіндірдім. Сосын олар айтты, өзіңіз біліңіз деп олар солай қалды. Сондағы жүрген уақытта ол енді министрлікке де хат жаздым, жаңағы спорт и туризм деген. Олар жаңағында департаменттер бар екен спорттың несінің. Соларға Маңғыстауға жіберіп, Маңғыстаудың 3 облысында жүрді, районда жүрдік. Шетпе деген аудан, ол жерде Адай-ата кесенесін салып болған ол кезде, 2007-те. Содан Қорқау ауданы дейді, ол жаңа Шопан атаның жатқан жері. Сосын Бекетате ол Бейнеу Оғлан тауында, ол Бейнеуге қарайды. Сол Раши районының арасын аралап өттім. Бұл қанша шақырым, қанша? Бұл енді 250 километрдің жобасы. Жаңағы Әбіш Кекілбаевтың ауылы Сүментөс екен, жаңағы Іштаған деген, сосын жаңағы Оңды деген. Бұл 2009 жылы, е? 2009. Тағы бір сапарға шыққалы отырсыз, қасиетті сапарға биыл жоспарлапсыз ғой. Осының енді жоспар жөнінде айтып шықсаңыз. Енді осы жақында ғана 60-қа толдық. Алла Тағала айдыру, бұғанда жеткен шүкір тәуба дейміз ғой. Бірақ көңіліміз жас. Баяғы істеген жұмыстар тындырғымыз келеді. Иә, құтты болсын бәрі де. Енді өткен жылы межелеп қойғанбыз ғой. Жоспарларымыз барлық жаңағы құзырлы нелерге мәдениет басқармасына, министрлігіне тағы жерлерге хабарлап дегенде. Бірақ енді байланыста болыңыз деді, бірақ нақты мынау биылғы 2020 жылғы мына елдегі жағдай сол кішкене тормоз жетіп қойды, кедергі жасап. Бірақ енді осы соңғы осы көбі кетіп аз қалды дегенде ойланып қалай болғанда да сол істі тындыру керек деп шештім. Тәуекелдікке отырсыз ғой. Иә, тәуекелдікке бел болдым. Енді бұнда мақсат сол 270 жылдығында үлкен жаңағы аталар, бабалардың бәрінің бір мерейлі тойлар өтіп жатыр. Мысалға, анау Түркістан облысы Шәуілдір деген елді мекендегі Әбу-Насыр әл-Фараби бабаның 1150 жылғы, иә. Содан енді бері қарай өтіп, жаяу сапарменен Арыстан баба атаға. Ол Арыстан баба атадан сосын Қожа Ахмет Яссауиге. Енді Арыстан баба атаға түні Қожа Ахмет Яссауидан тіле дейді ғой шариғатымызда. Солай межеледі. Абай атамыздың 175 жылдығы. Иә, Абай атамыздың 175 жылдығы. Сосын Бекет атамыздың 270 жылдығына осы бабалардың басынан ақтық байлап, зираттап, сосын киелі жерден өтіп, ол жаңа Қорқыт атаға барып, өніміз Алла Тағалаға жеткізсін деп тілейміз. Енді баяғы қобызын тартқанда сай сүрегін сырқыратып, бүкіл үнді Алла Тағалаға жеткен баба ғой енді, халықтың аузындағы. Содан сол жаңағы Бекет атамыздың 9 жылдың торауы болған деп отырмыз, ескі Бейнеу мешітіне ел жағалап, жер жағалап дегендей соған межелеп отырмын. Яғни Шәуілдірден бастап Бейнеуден аяқтайсыз ғой. Иә, Маңғыстауға дейін. Себебі енді ол бір жағынан жаңағы бұрын оның қишлақ дейді ғой, жаңағы елсіздік мекен болса, менің бер жағында кішкене жолдар салынды, тас жолы болсын, темір жолы болсын. Енді қазір индустрияланды ғой жер. Иә, соның өзі тамаша, баяғы жолдар жаңғырып жатыр десе де болады деп соған бел буып отыр. Жаңа темір жол бар, соның бойымен жүреміз дейсіз ғой. Себебі мен көп ауытқымауым керек, сол негізінен сол бағытты ұстап отырмын. Бұл енді ұзындығы жағынан жолдың шамамен қанша болады? Енді жаңағы воздушный дейміз ғой. Сол неменен тікелей қарасаңыз 1000 километр дейтін жобасы деп отырмыз. Енді калькулятормен есептесем болады. Жаяу жүрсеңіз одан да көп болады. Иә, біздер енді жаяу жол қысқартады дейді ғой. Сондай нәрсені ескереміз деп ойлаймын. Иә, тікелеп дейсің ғой барынша. Соған сондай уақыт жағынан ол бір айдан асып кетеді ғой. Алланың ісі. Иә. Денсаулық берсін дейді. Сіздердің тілектеріңіз. Алла қуат берсін, жол болсын, ел халық қолдап, меніңше қолданған тиын тебенді садақаны сіз арқылы сол жаңағы соққан жерлерге, соғатын жерлерге, дұға оқылатын жерлерге беруге болады ғой енді. Енді бізден де сауаттылары бар ғой дін жағынан. Бірақ ата-бабамыз айтып кеткен ғой. Баяғы біздің тәңір дінінде де, көшпелілердің несінде де, сенімінде де шөліркеп келе жатқан жолаушыға су берген адамның сауабы мың деп.
Енді сол жолаушы болған адамға кімнің көзқарасы, ниеті қалай, сонда тұр ғой енді. Жақсы, енді мынау Сәке, мынау жалпы жер бетіндегі мынау қиыншылық, індет, карантин болсын, басқа қиыншылықтарды енді Алла Тағаладан тілеп, өзіңізді жолға салып дегендей, соның орындалуын күтіп қолдайық, рухани жағынан, басқа жағынан жолыңыз болсын, сәт сапар дейміз. Дұрыс. Енді бұл түсінген адамға бір жағынан ел халықтың аманат десе де болады. Ол тек менің ғана шаруам емес. Мен осыған белін буғанда бір үлкен жүкті арқалаған азамат болып есептелінемін. Соның мен енді сол қолдаушылар арқылы жеткізсем деймін. Сәке, сіз бұл сапарда, жалпы бұған дейінгі сапарларда тылсым жағдайлар болды, аян беру болды, рас қой? Иә. Яғни бұл тек жай ғана физикалық жүріп өту емес, өзіңді көрсету емес, атақ алу емес. Бұл жалпы жаратқанға, халыққа қызмет етудің бір түрі ғой, солай ғой? Әрине солай. Ал сапарың сәтті болсын, қасиетті сапарға Алла Тағала біздің халқымыздың тілегін, еліміздің, жеріміздің бүтіндігін, амандығын, сол жайындағы тілегімізді қабыл етсін. Жол болсын. Мен рахмет сіздерге де. Осы Алла Тағала аққа жақ деген әрдайым аманшылықта кездестірсін.